Жалпыңызға сәлем. Сіздің шашыңыз түсіп жатыр ма? Бұл көп адамды мазалайтын мәселе. Бүгін мен сіздерге шаш түсуінің негізгі себептерін, емдеу жолдарын және шашты қалай сақтап қалуға болатыны туралы айтып беретін боламын. Егер сізге денсаулығыңыз жайлы пайдалы кеңестер керек болса және денсаулық туралы ақпараттарды қызығушылықпен тыңдайтын болсаңыз, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сонда жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз, ал ендеше бүгінгі тақырыпты бастайық. Қызықты факт, күн сайын шамамен 50-100 тал шаштың түсуі қалыпты жағдай саналады. Бірақ егер одан да көп түсе бастаса, бұл денсаулықта мәселе болуы мүмкін. Бұл жағдай сізге таныс па жалпы? Пікірлерді өз тәжірибеңізбен бөлісе отырыңыз. Жасқа байланысты шаштың 30-40 жастан бастап сиреуі табиғи жағдай саналады. Бірақ біз бүгін осы процесті баяулатып, шаштың қалыңдығын сақтауға арналған тәсілдерді талқылайтын боламыз. Алдымен шаш түсуінің ең жиі кездесетін себептеріне тоқтала кетейік. Генетика. Көп жағдайда шаш түсуі тұқымқуалаушылық факторлардан болады. Бұл андрогендік аллопеция деп аталады, және ол ген арқылы берілуі мүмкін. Яғни, егер ата-анаңызда шаш түсуі болған болса, сізде де түсуі мүмкін. Гормондар және стресс. Гормон деңгейлерінің өзгеруі әсіресе жүктілік, босану, менопауза кезінде шамадан тыс стресс жағдайында шаштың жағдайын айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Тамақтану. Шашқа қажетті элементтердің жетіспеушілігі шаштың сапасын төмендетуі мүмкін. Темір, биотин, мырш осылардың жетіспеушілігі шаш түсуіне әкелуі ықтимал. Дәрі-дәрмектің әсері. Кейбір дәрілердің, мысалы қан қысымын төмендететін немесе холестеринді басқаратын дәрілердің жанама әсері ретінде шаштың түсуі байқалуы мүмкін. Қате күтім және химиялық заттар. Шашты үнемі қатты тартып жинау, бояу немесе ағарту секілді химиялық өңдеулер шаштың құрылымын зақымдап, сапасын түсіруі мүмкін. Шаш түсуін тоқтатудың бірнеше әдісі бар. Осы кеңестерді қолдана отырып, шашыңызды сақтауға тырысыңыз. Дұрыс тамақтану. Шашты қоректендіретін ақуызға бай тағамдарды жиі қолданыңыз. Мысалы, ет, жұмыртқа, бұршақ және жаңғақтар. Темір, мырыш, дәрумені және биотин шашқа өте пайдалы. Олар көкөністерде, балықта, бидайда өте көп мөлшерде болады. Дәрумендер мен минералдар. Егер тамақ арқылы барлық қажетті элементтерді ала алмай жатсаңыз, қосымша дәрумендерге жүгініңіз. Дегенмен, оларды тек дәрігердің кеңесімен ғана қабылдаған жөн. Табиғи маскалар және күтім. Шашқа арналған табиғи майлар, мысалы кокос, арган немесе кастр майы шаш түбін нығайтып, құрылымын жақсартады. Айына 1-2 рет осы майларды қолданып көріңіз. Стрессті азайту. Шаштың денсаулығы көңіл күйге де байланысты. Йога, медитация, күн сайын серуендеу сияқты әдістер стрессті азайтуға көмектеседі. Сіздің басыңыздағы күйзеліс шашқа да әсер ететіні белгілі. Егер жоғарыда айтылған кеңестер көмектеспесе, дәрігерге көрінген дұрыс. Трихолог маманға бару. Шаш түсуінің нақты себебін анықтау үшін трихологқа көрінген дұрыс. Мамандар қан талдауларын жасап, шашты тексеріп, нақты диагноз қойылады. Физиотерапия және дәрілік емдер. Мезотерапия немесе PRP терапия секілді әдістер бас терісін стимуляциялап, шаштың өсуін жақсартады. Мезотерапия бұл терінің ортан қабатына арнайы дәрумендер, минералдар, ферменттер және кейде дәрілік препараттарды енгізу арқылы жүргізілетін емдеу процедурасы. Ол негізінен бет терісін жақсарту, целлюлитті азайту және шаштың түсуін тоқтату үшін қолданылады. Мезотерапия процедурасы әдетте маман трихолог немесе дерматологтың бақылауымен жасалады, және емдеу курсы бірнеше сеанстан тұрады. PRP терапия немесе тромбоциттерге бай плазма терапиясы. Бұл ағзадағы өз қаныңызды пайдаланып жасалатын емдік процедура. Бұл әдісте пациенттен аз мөлшерде қан алынып, арнайы препаратта өңделіп, қанның тромбоциттерге бай плазмасы бөлініп алынады. Осы плазмада өсу факторлары мен биологиялық белсенді заттар көп болғандықтан, оны дененің әртүрлі аймақтарына енгізу арқылы тіндерді қалпына келтіру, жақсарту және жасушалардың регенерациясын ынталандыруға болады. PRP терапияның шаш түсуіне пайдасы. Шаштың өсуін ынталандыру мақсатында PRP плазмасы бас терісіне енгізіледі. Бұл шаш фолликулаларын қоректендіріп, қан айналымын жақсартады, және де шаштың түсуін баяулатып, жаңа шаш өсуіне әсер етеді. PRP терапияның тиімділігі әсіресе шаштың ерте түсу кезеңдерінде өте жақсы байқалады. Процедура трихолог немесе дерматолог маманның бақылауымен жүргізіледі және бірнеше рет қайталауды қажет етеді. PRP терапия қауіпсіз әдіс болып саналады, өйткені пациенттің өз қаны қолданылатындықтан. Аллергия немесе әртүрлі иммундық реакция қауіптері аз болып табылады. Шаш трансплантациясы. Егер басқа әдістер нәтиже бермесе, шаш трансплантациясын қарастыруға болады.
Бұл қалың шашты қайтарудың ең соңғы шараларының бірі болып табылады. Бүгін біз шаштың түсуіне не себеп болатынын және оны тоқтатудың тәсілдерін талқыладық. Егер осы кеңестер пайдалы болса, видеома лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Мен видеоларымда денсаулық туралы қызықты және маңызды ақпараттармен бөлісіп отырамын. Комментарий бөлімінде сұрақтарыңыз болса, қалдырыңыздар. Сіздердің ойларыңызды оқып, жауап беруге қуанышты боламын. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.